Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгін біз Pascal бағдарламалау тілін үйренуді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз айнымалылардың типтерін өтеміз, және де өткен сабақта үйренген операторларды қолданамыз осы сабақта. Жалпы бүгінгі сабақта екі типке тоқталып кетсем деп ойлап отырмын. Оның бірі бүтін тип, екіншісі нақты тип. Ол екеуінің не айырмашылығы бар? Бүтін тип дегеніміз, яғни бүтін сандар 1, 2, 10, 15 деген сияқты. Ал нақты типке келетін болсақ, ол бөлшек сандар. Бұл жерде 1,5 болады, 1,2, 2,7 деген сияқты бөлшек сандар. Жалпы бүтін типтің бірнеше түрі бар. Алдарыңызда кестеден көріп отқандай, short int біріншісі, екіншісі integer, үшіншісі long int, әрі қарай byte және word. Бұлардың айырмашылығы тек қана диапазонында және диапазонына сәйкес алатын көлемінде. Яғни short int-дің диапазоны -128-ден 127-ге дейін болса, плюс оның көлемі 1 байт. Көбіне қолданылатын тип ол integer болып есептеледі. Мен үшін ол -32.000-нан +32.000-ға дейін. Көлемі 2 байт. Әрі қарай басқа типтердің көлемдері және диапазоны өзгеріп отырады. Екінші тип ол нақты тип. Ол жерде де оның бірнеше түрі бар. Біріншісі real, екіншісі single, үшіншісі double, төртіншісі extended және де бесіншісі count деген. Бұл жерде де дәл солай, тек диапазондар мен жадыдан алатын көлемдері ғана әртүрлі. Real типі болса 2,9 көбейтілген 10-нан -39 дәрежесінен 1,7 көбейтілген 10-нан +38 дәрежесіне дейін. Жалпы мен көп қолданылатын типтерім ол real және integer. Көп тапсырмалар орындау барысында кездесетін типтер. Яғни тапсырмалардың шегі осыған сыяды. Немесе сыймай жатқан жағдайда long int қолданамын, ал тек бүтін сандар болса word немесе байттар болды. Мына жақта болса real, double, extended осы үш тип ең көп қолданылатын мен үшін. Олай болса әрі қарай бағдарлама жазайық. Бүгінгі күнге Free Pascal бағдарламалау ортасын ашыңыздар. Өткенде айтып кеткендей программ жолын жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Бұл сабақта жазбай-ақ қояйық. Көп орын алып. Әрі қарай айнымалыларды сипаттау бөлімін жазуымыз керек. Var кілттік сөзімен. Айнымалының атын жазайық. A деп, өтір B деп екінші айнымал алайық. Өтір C деп үшінші айнымал алайық. Яғни айнымалының аттарын сіздер өздеріңіз қоя аласыздар. Кез келген ат главный ағылшын әріптермен болса болды. Қос нүкте арқылы айнымалылардың типтерін көрсетеміз. Яғни қазір бірінші типті бүтін сандармен жұмыс жасап көрейік, integer типі. Одан кейін begin кілттік сөзі кетеді. Бағдарламаның басы деген, end деген кілттік сөзі кетеді, нүктесімен бағдарламаның соңы деген. Өткен сабақта біз write-len командасын үйренген болатынбыз. Бүгін write-len командасын қолданайық. Яғни одан кейінгі шыққан нәрселер жаңа линиядан шығатын болады. Бірінші, есептеулер жүргізбес бұрын біз осы айнымалыларымызға мән беріп алуымыз керек. Мән беру үшін айнымалының атын жазамыз. Біздің случайда A қос нүкте тең деген белгі қоямыз. Яғни осы қос нүкте тең деген белгі ол бағдарламалауда меншіктеу оператор деп аталады. Яғни A меншіктейді, мысалға 5 дейік. Әрі қарай екінші айнымалы B меншіктейді 6 дейік. Әрі қарай S меншіктейді A плюс B дейік. Яғни мына жерде айнымалылардың аттарын жазып кеттік, мәндерін жоғарыда көрсетіп кеттік. Жоғарғы линияларда міне 5 деп және 6 деп. Яғни бағдарлама осы мәндер айнымалыларды қолданған кезде жоғарыдағы мәндерін алып қолданатын болады. Яғни біз S меншіктейді A плюс B деген жағдайда ол 5 плюс 6 деп алады. Экранға апострофтың ішіне S тең деп жазайық, өтір S деп жазайық. Яғни апострофтың ішіндегі нәрсе өткен сабақта өткеніміздей дәл сол қалпында экранға шығады. Ал S деген айнымалыны
айнымалының мәнін ғана шығарады. Ал с дегенді өзін шығармайды. Сонда экранда с тең 11 деген шығу керек. Қазір орындауға жіберіп көрейік. Ол үшін Ctrl F9 кнопкалар комбинациясын басамыз. Бағдарлама орындалу барысында аяқталды. Нәтижені көру үшін Alt F5 кнопкасын басамыз. Яғни бізде экранда с тең 11 деген жазу шықты. Әрі қарай. Енді мына integer типті емес, нақты тип алып көрейік. Бірінші integer типіне нақты тип алмастан бұрын бүтін емес сан беріп көрейік. A тең 5,1 деп. Ctrl F9. Міне бізде қате шықты. Compile fail етті. Яғни компиляцияны жүргізе алмады. Компиляция деген ол осы бізден Pascal бағдарламалау тілінен машинный кодқа алмастыру барысы. Соны компиляция деп атайды. Міне incompatible types деп жазылып тұр. Got extended expected small int. Яғни типі келмейді деп тұр. There were one errors compiling module stop. 7-ші линия 4, 3-ші линия 4. Жақсы, осы біз мына жерге бүтін тип көрсетіп, бөлшек сан бергеніміз үшін шығып тұр. Қазір осы типті realға өзгертіп көрейік. Яғни бізде біреуінде бөлшек сан, біреуінде бүтін сан беріліп тұр. Ctrl F9. Бағдарлама орындалуға кетті. Орындалу болды. Тексеру үшін Alt F5 басайық. 1,100-ден 11 болып кетті. Яғни бұл жерде бізде 11,1 шығу керек. Қате шықты. Ол не үшін? Мына жерде біз шығару барысында үтірге дейін неше сан, үтірден кейін неше сан екенін берген жоқпыз. Яғни қазір бізде 2 орынды сан, қос нүкте қоямыз, 2 деп жазамыз. Одан кейін қос нүкте 1 деп жазып қойық. Бірінші қос нүктеден кейін жазылатын сан нүктеге дейінгі сандардың саны, яғни цифрлардың. Екінші нүктеден кейінгі сан, ол үтірден кейінгі цифрлардың саны. Яғни бізде 11 болғандықтан кейін 2 орындық сан 2 деп жаздық. 11,1 болғандан кейін 1 деп жаздық. Тек 1 орындық қана сан. Орындауға жіберіп көрейік тағы да. Alt F5. Бізде нәтижесі ретінде с тең 11,1 деген жауап шықты. Яғни кейбір кездерде бағдарламада жауабы ретінде бүтін сан емес, нақты сан шығатын кездерде осы real типпен қолдансақ болады. Нақты сан типтер немесе бүтін сан екеніне сенімді болсақ, онда integer типті қолдансақ болады, айнымалының типін. Бүгінгі сабақта осы екі типтің айырмашылығын өттік. Яғни бүтін тип пен нақты тип. Егер сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Ал егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Bit2A каналы. Сау болыңыздар.